Бірінші күн. Жүректі тыныштандыру. Алдағы 7 күнді өзіңізге арнап көріңіз. Күніне небәрі 10 минут. Осы 7 күн ішінде біз 7 қарапайым қадамнан өтеміз. Бірінші қадам – жүректі тыныштандыру. Кейін уайымды босатамыз. Өміріміздегі бар нығметті байқауға үйренеміз. Жанымыздағы адамдардың қадірін сезінеміз. Шүкіршілікті жай ғана айтылатын сөз емес, күнделікті сезімге айналдыруға тырысамыз. Бүгін бірінші күн. Ал бірінші қадам сырттағы дүниені өзгерту емес. Алдымен, ішіңіздегі шуды тыныштандыру. Ендеше бірінші қадамнан бастайық. Өзіңізге ыңғайлы қалыпта отырыңыз немесе жатыңыз. Телефоныңызды бір сәтке шетке қойыңыз. Келесі бірнеше минутта сізге ешқайда асығудың қажеті жоқ. Ешкімге ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Ештеңені шешудің де қажеті жоқ. Бұл уақыт тек сізге арналған. Көзіңізді ақырын жұмыңыз. Терең тыныс алыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Тағы бір рет. Терең тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Тағы да. Тыныс алыңыз. Дем шығарыңыз. Әр дем шығарған сайын денеңіздегі ауырлықтың біртіндеп босап бара жатқанын сезініңіз. Иығыңызды босатыңыз. Маңдайыңызды босаңыстыңыз. Жағыңызды қыспаңыз. Қолдарыңыз еркін жатсын. Денеңізге демалуға рұқсат беріңіз. Ұзақ. Енді назарыңызды жүрегіңізге аударыңыз. Жүрегіңіздің соғып тұрғанын сезіп көріңіз. Ол сізден ештеңе сұрамай-ақ күні-түні соғып келеді. Сіз ұйықтағанда да, сіз қуанып жүргенде де, сіз шаршағанда да, сіз уайымдағанда да, ол соғуын тоқтатқан жоқ. Осы сәтте жай ғана жүрегіңізді сезініңіз. Бәлкім соңғы күндері шаршаған шығарсыз. Бәлкім ешкімге айтпаған уайымыңыз бар шығар. Бәлкім ойыңызда қайта-қайта айналып жүрген сұрақтар бар шығар. Не болады? Қалай болады? Бәрі жақсы бола ма? Қазір оларға жауап іздемеңіз. Бүгін бәрін шешуге міндетті емессіз. Кейбір нәрсені уақытқа қалдыруға болады. Кейбір нәрсені жіберуге болады. Ал кейбір нәрсені Аллаға тапсыруға болады. Терең тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Іштей ақырын айтыңыз. Я, Алла, бүгінгі күнім үшін шүкір. Тағы бір рет. Я, Алла, бүгінгі күнім үшін шүкір. Осы сөздерді асықпай сезініңіз. Сізге берілген тағы бір таң үшін. Шүкір. Дем алып отырғаныңыз үшін. Шүкір. Жүрегіңіз соғып тұрған үшін. Шүкір. Осы дауысты ести алатыныңыз үшін. Шүкір. Дәл қазір тыныш отыруға мүмкіндік бар болған үшін. Шүкір. Біз кейде үлкен ғажайыптарды күтеміз. Сол себепті күн сайын жанымызда болып жатқан кішкентай нығметтерді байқамай қаламыз. Бірақ бір сәт ойланып көріңіз. Бүгін көзіңізді аштыңыз. Тағы бір күн басталды. Сізге тағы бір мүмкіндік берілді. Біреуді құшақтауға, біреуге жақсы сөз айтуға, кешіруге, үйренуге, күлуге, өмір сүруге мүмкіндік берілді. Бұл күн қайтып келмейді. Сондықтан дәл осы күн үшін іштей шүкір деп айтыңыз. Енді өміріңіздегі бір адамды еске түсіріңіз. Сіз үшін қымбат адамды. Ол анаңыз болуы мүмкін. Әкеңіз, балаңыз, жұбайыңыз, бауырыңыз, досыңыз. Немесе сізді шын жүрегімен жақсы көретін бір адам. Оның жүзін елестетіңіз. Бір сәт сол адамның өміріңізде бар екеніне назар аударыңыз. Іштей айтыңыз. Өмірімдегі осы адам үшін шүкір. Енді өзіңіз тұратын үйді ойлаңыз. Үлкен болсын, кішкентай болсын, мінсіз болсын, мінсіз болмасын. Бірақ сіздің қайтып келетін жеріңіз бар. Жаңбырдан, желден қорғайтын шаңырақ бар. Іштей. Баспанам үшін шүкір деп айтыңыз. Енді өз денеңізге назар аударыңыз. Біз денемізді көбіне бір жеріміз ауырғанда ғана байқаймыз. Ал дәл қазір жүрегіңіз соғып тұр. Өкпеңіз тыныс алып тұр. Денеңіз сізді осы күнге дейін алып келді.
Сондықтан оған да ризашылық білдіріңіз. Денем үшін шүкір. Терең тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Ұзақ. Енді бір нәрсені есіңізге түсіріңіз. Сіз өмірде талай қиын күннен өттіңіз. Бір кездері сізге өте ауыр көрінген күндер болды. Оны қалай өткеремін деген сәттер де болған шығар. Бірақ сіз сол күндердің бәрінен өттіңіз. Сіз қазір осындасыз. Дем алып отырсыз. Бұл да нығмет. Өткен жолыңызға қараңыз. Өзіңіз ойлағаннан да мықты болған кездеріңізді еске түсіріңіз. Сондықтан бүгін өзіңізге де рахмет айтыңыз. Іштей. Осы күнге дейін берілмей келгенім үшін өзіме рахмет. Ал енді жүрегіңізде ауыр болып тұрған нәрсені ойлаңыз. Оны шешуге тырыспаңыз. Тек бар екенін мойындаңыз. Сосын терең тыныс алыңыз. Дем шығарғанда сол ауырлықтың аз ғана бөлігін босатып жатқаныңызды елестетіңіз. Тағы тыныс алыңыз. Және босатыңыз. Тағы тыныс алыңыз. Және босатыңыз. Іштей айтыңыз. Мен бәрін бақылауға міндетті емеспін. Мен қолымнан келгенін жасаймын. Ал қалғанын Аллаға тапсырамын. Ұзақ. Жүрегіңізге осы сөздерді қабылдауға уақыт беріңіз. Сіз барлық жауапты дәл бүгін табуға міндетті емессіз. Барлық мәселені бір күнде шешуге міндетті емессіз. Кейде бізге келесі 100 қадамды көрудің қажеті жоқ. Бір ғана қадам жеткілікті. Ал бүгінгі қадам тынышталу, шүкір ету және сеніммен алға жүру. Енді іштей менімен бірге қайталаңыз. Бүгінгі күнім үшін шүкір. Денсаулығымдағы әрбір жақсылық үшін шүкір. Жақындарым үшін шүкір. Баспанам үшін шүкір. Ризығым үшін шүкір. Көрген жақсылығым үшін шүкір. Алдымда тұрған жаңа мүмкіндіктер үшін шүкір. Білетін нығметтерім үшін шүкір. Ал өзім әлі байқамаған нығметтерім үшін де шүкір. Ұзақ. Енді тағы бір рет терең тыныс алыңыз. Асықпай, дем шығарыңыз. Жүрегіңізге назар аударыңыз. Медитацияны бастаған сәттегі күйіңізді еске түсіріңіз. Ал қазір өзіңізді қалай сезініп отырсыз? Ештеңені бағаламаңыз. Тек байқаңыз. Аз ғана тыныштық пайда болса, соның өзі жеткілікті. Өйткені үлкен өзгерістер кейде өте кішкентай қадамнан басталады. Бүгін сіз сол бірінші қадамды жасадыңыз. Бұл біздің 7 күндік жолымыздың бірінші күні болды. Бүгін біз жүректі тыныштандырудан бастадық. Ал ертең екінші қадамға өтеміз. Уайымды босатуды үйренеміз. Егер осы 7 күндік жолды соңына дейін бірге өткіңіз келсе, ертең екінші күнге қайта оралыңыз. Өзіңізге осы 7 күнді сыйлаңыз. Күніне небәрі 10 минут. 7 күн. 7 қадам. Ал қазір соңғы рет терең тыныс алыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Дайын болған кезде көзіңізді ақырын ашыңыз. Жүрегіңіз тыныш болсын. Күніңіз берекелі болсын. Және бүгін қандай жағдай болмасын, шүкір ететін кем дегенде бір нәрсені ұмытпаңыз.